Бәйшешек, подснежник, ұнайды, нравится. Мне нравится подснежник. Ең алдымен, балалар, жаңа сөздермен таныс болайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Қызғалдақ, тюльпан, бәйшешек, подснежник, раушан, роза, маған, мне, саған, тебе. Ұнайды, нравится. Ұнайма, нравится ли? Тағы бір рет қайталайық. Давайте повторим. Қызғалдақ, бәйшешек, раушан, маған, саған, ұнайды, ұнайма. Жарайсыңдар. Енді балалар, берілген диалогты қайталап бірге оқиық. Саған қандай гүл ұнайды? Маған раушан ұнайды. Әнел, саған қандай гүл ұнайды? Маған қызғалдақ ұнайды. Саша, саған қандай гүл ұнайды? Маған бәйшешек ұнайды. Давайте переведем. Какой цветок тебе нравится? Мне нравится роза. Анель, какой цветок тебе нравится? Мне нравится тюльпан. Саша, какой цветок тебе нравится? Мне нравится подснежник. Енді балалар, мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап берейік. Давайте ответим на вопросы. Первый вопрос. Бірінші сұрақ. Әлібекке қандай гүл ұнайды? Какой цветок нравится Алибеку? Алибеку нравится роза. Әлібекке раушан ұнайды. Следующий вопрос. Келесі сұрақ. Әнелге қандай гүл ұнайды? Какой цветок нравится Анель? Анель нравится тюльпан. Әнелге раушан ұнайды. Және соңғы сұрақ. Последний вопрос. Сашаға қандай гүл ұнайды? Какой цветок нравится Саше? Саше нравится подснежник. Сашаға бәйшешек ұнайды. Давайте повторим ответы. Әлібекке раушан ұнайды. Әнелге қызғалдақ ұнайды. Сашаға бәйшешек ұнайды. Тағы бір сұрақ. Еще один вопрос. Ал саған қандай гүл ұнайды? Этот вопрос задается нам. А тебе какой цветок нравится? Например, мне нравится тюльпан. Маған қызғалдақ ұнайды. Ты должен также ответить.